Бүгін менің ыдыстарым өзіме рахмет айтты ғой шіркін. Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп тұрғаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгін біз осылай үйдегі қарайып кеткен, күйіп кеткен ыдыстарды тазалайтын боламыз. Ең алдымен біз осылай қайнап тұрған үлкендеу ыдысымызға 6 қасық порошок саламыз. Кез келген порошок болады. Сосын бір үлкен қасықпен фери саламыз. Сосын бір сабынымыздың жартысын майдалап турап тастаймыз. Егер тураларыңыз келмесе өткіштен өткізсеңіздер болады. Осылай барлығын турап болғаннан кейін сосын 6 қасық сұйық майды құямыз. Одан кейін белезна азырақ құйып жібереміз. Ас содасында 3-4 қасық қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Сосын мінекей осылай біз күйген, қарайып кеткен, май болып кеткен ыдыстарымызды қазанымызға салып, жақсылап орналастырып, кемінде 20-30 минутқа бетін жауып, астын жай қайнатып қоясыздар. Содан кейін өздеріңіз результатын көресіздер. Мінекей байқасаңыздар, осылай алып, жай мен губкамен сүртіп жібердім. Түбі кішкене қатты болғаннан кейін қырғыштың көмегінен кішкене қырып алдым. Қараңыздар, осылай тап-таза болып шығады. Кемінде 20-30 минут қайнатсаңыздар, баяу отта қайнатсаңыздар, керемет болады. Ал табанның астын байқасаңыздар, осылай пышақпен ғана кішкене тілсең болды, алынып жатыр. Сіздерді осылай алсаңыз болады. Егер қатты күйіп кеткен ыдыстарыңызды жақсылап қайнатсаңыздар, әдемі жаңа ыдыс секілді болып қалады. Ол ыдыстарды жуып болғаннан кейін үйдегі құманым өте қатты кір болып кеткен еді. Майы өте басым кетуі мүмкін емес. Қырғышпен мүлдем кетіре алмап едім. Осылай осы суға салып едім. Кемінде 20-30 минут тұрды. Пышақпен қараңыздар, сәл ғана түрткен кезде осылай барлығы еріп түсті. Мен кішкене қырғыштың көмегіне жүгіндім. Осылай қырғышпен қырып жіберіп едім. Менің құманым тап-таза болып шықты. Жап жаңа секілді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Осылай үйдегі кір болып тұрған ыдыстарыңызды міндетті түрде жасап жуып көріңіздер. Ал назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Алтынай.